Ассалаумалейкум, құрметті автосүйер қауым. Кары Плюс каналының тұрақты көрермендері. Бүгін тағы да бір жаңалықпен сіздермен бөлісе кетсем деген осы оймен осы видеоны жүктегім келіп отыр. Қазақстанда шетелде тіркелген көліктер тіркеу жағдайларын қоспағанда пайдалануға тыйым салынады. Үкімет қаулысына сәйкес басқа елдерде тіркелген автокөліктерді Қазақстан Республикасына тек тіркеу және есепке алу үшін әкелуге болады. Енді Қазақстан аумағында шетелдік автокөліктердің жүруіне тек халықаралық қозғалысқа қатысу үшін ғана рұқсат етілген. Және бұл режимде Қазақстан аумағында тұрғысы келмейтін шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар ғана жүре алады. Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктерге автомобильдерді басқаруға олар Қазақстанда тіркелген және тіркеуде жағдайға ғана тиісті құжаттар мен мемлекеттік белгілер беріле отырып рұқсат етіледі. Ол дегеніміз тиісті мемлекеттен рұқсат қағазы болу керек. Халықаралық қозғалысқа қатысатын автомобильдер Қазақстан аумағында 1 жылға дейін бола алады. Содан кейін олар кемінде 30 күнтізбелік күн ішінде елден тыс жерлерге шығарылуы керек. Осы жаңалықпен бөліскім келді, достар. Бұл дегеніміз Қазақстанның тұрғылықты азаматтары шетел автокөлік номерімен машинаны жүргізе алмайды деген сөз. Достар, ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, комментарий, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет барлығыңызға.